Төреғали Төреәлінің қарындасы жаман ауруға шалдыққан болуы мүмкін. Өмірімнің әдемі бір өрнегі, Раббымның жазғанын қабылдаймын, бұйыртқанына мойынсұнамын. Аллахым не берсе де оның астарында хикмет бар, оны түсіну қазіргі міндетім. Мен оған толыққанды өзімді тапсырамын, себебі оның қалауынсыз жапырақты жерге түспейді. Ал нағыз мұсылман оның бұйрығына бағынған соң көңілін түсірмейді. Ойларыммен бөлсем жеңілдеп жатырмын. Жай ғана санадағының бәрін осында босатсам деймін. Ойға ең бірінші келгені Раббыңмен қауышуға қаншалықты дайын жүрсің. Түрлі есеп алу басталды. Не істеп жүрмін, нені істемей жүрмін. Лайықты түрде өз құл, әйел, келін, қыз, қарындас, әпке ретінде рөлдерімді алып жүрмін бе? Нені жіберіп алдым? Не белгіні түсінбедім, байқамадым, елемедім. Расында күйбен тіршілікпен ең маңыздыны, ақиқатты біз елемейді екенбіз. Бұл дүние фәни екенін ұмытамыз. Өмір мәңгі секілді, істегеніңе жауап бермейтіндей, Алла алдында бармайтынындай, жолаушы екеніңді, жалғыз келгенің секілді жалғыз кететініңді ойламай өмір сүреміз. Өкінішті, жаныма бататыны тек жолдасымның, ата-ана бауырларымның үнсіз сары уайымға батуы. Барша дұға етіп жатқан оқырмандарыма Алла разы болсын. Дәл осы пост өзіме, қауымға Раббымызбен қауышу күні туатынын, әр амалды ойланып, әр қадамды аңсап басу керектігіне ескерту болғанын қалаймын. Дәл осыны ескерту қазіргі міндетімнің бірі. Ойланайық тағыда, қандай өмір сүріп жүрміз біз? Аллахым біліп-білмей жасағандарымызды кешірсін. Бұл сынақ мені ояту үшін, мен себепші болып қауымға айтуым үшін деп білемін. Аллаға ғана сенемін, бәрі жақсы екенін сеземін, деп жазды Фариза Төреәлі. Амандығын тілейміз.